деңгейді бұзуға байланысты пробой дейміз, деңгейді бұзуға байланысты сатып алу позициясын ашу. Жаңа мен шет жағасында айтып кеттім кішкене. Мысалға белгілі бір деңгей бар, бір тек қана деңгейден сауда жасаймыз, деңгейсіз сауда жасамаймыз. Сатып алу позициясын ашу үшін мысалға баға мына жерден, рынок мына жерден ашылуы мүмкін, да? Жаңағы айтқанымдай былай жүреді, агрессивно. Егерде сауда жасауға кірісетін болсаңыздар, осы жерден бұзған кезде сразу сатып алуға болады. Бұзған кезде сразу сатып алып, кішкене мынау енді 10-15-20 цент жүргеннен кейін стоп деген болады. Оны келесі сабақтарда айтатын боламын. Осы стопты мына жерге безубытыққа, шығынсыздыққа жаңағы жылжытып қойған болады. Мінекей сатып алудың позициясы осылай болуы мүмкін. Немесе бұл деңгейді бұзу бойынша, да, жаңағы деңгейді бұзу бойынша. Келесі кезекте осы деңгейді бұзу бойынша енді шорт позициясын ашу үшін. Шорт позициясын ашу үшін белгілі бір деңгей бар. Бізде акцияның бағасы жоғарыдан келе жатыр. Және де мына деңгейді төмен қарай бұзу керек. Шорт позициясын ашу үшін. Мінекей, мына 5 минуттықта бұлай жүріп, бұлай жүру мүмкін деген сияқты. Сол кезде уже осы жерден сату керек. Шортта сатамыз ғой, бізде жоқ акцияны брокерден қарызға алып, осы 10 доллар ма қазір бағасы, сіз 9 долларға түседі деген жорамалыңыз бар, мысалға. Осы жерде брокерден қарызға акция алып, мысалға 100 акция алып, осы 10 доллардан сатып жібересіз. Sell дейді оны, sell, сатып жіберу. Сізде жоқ акцияны, sell, 2L болады. Мына жерде сатып жібересіз да, өзі белгілі бір деңгейге, мысалға 9 долларға келгенде сіз сатып аласыз мына жерде, уже бай болады. Бай болады. Сіз шорт позициясында отырсыз. 9 долларға түскен кезде 100 акцияны сатып аласыз да, брокерге қайтарасыз. Сатып алған кезде сіз шорт позициясынан шықты деген сөз болады. Sell, мына жерде сатып жіберген кезде сіз шорт позициясында отырасыз. Ал сол шорт позициясында отырып акцияны сатып алған кезде сіз шорт позициясынан шығасыз деген сөз. Мінекей 100 акцияны мысалға сатып алып брокерге қайтардыңыз. 1 доллар ма арасы 1 доллар, демек сіздің табысыңыз 100 доллар болады деген сөз. Мінекей шорт позицияда осылай табыс жасайды. Алдыңғы сабақтарда мен айтқанымдай шорт позициямен, мен шортпен жұмыс жасамаймын. Өйткені бұл жерде сіз брокерден қарызға алғаннан кейін, қарыз одан кейін ол үстінен процент жүреді. Сіздің табысыңыздан белгілі бір пайызын төлейсіз брокерге. Сол себепті менің сеніміме қарсы болғандықтан мен бұл шорт бойынша мен жұмыс жасамаймын, сауда жасамаймын. Бұл деңгейді бұзу бойынша.